Сәлуа Қасова Сәукүл 1975-1979 жылдар аралығында Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада аға қызметкер болып зейнеткерлікке шыққанға жиын еңбек еттім. Бүгін мінекей алда Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың 70 жылдық мерейтойын өтейін деп отыр. Соған байланысты мен кітапхана ұжымына, кітапхана қызметкерлеріне бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, семьяда бақытты болыңдар, әр шаңыраққа бақыт, береке келсін. Сонымен бірге мынау мәдени, рухани өмірді жаңғыртуға еңбектеріңіз жана берсін, арта берсін. Құрметті Жезқазған қаласының Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың қызметкерлері, сіздерді биылғы кітапханаларыңыздың 70 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймын. Өздеріңізге денсаулық, табысты жылдар, тағы да жемісті еңбек тілеймін. Кітапхананың мәртебесін асқақтатып, оқырмандардың алғысына бөленіп жүреріңіздер. 2004 жылы мен Жезқазған қаласына көшіп келіп, еңбек жолымды осы Әуезов кітапханасынан жалғастырғанмын. Өте қызық және ұмытылмас жылдар болды. Сол кезде менімен бірге осы кітапханада қызмет еткен кітапхана басшысы Тұрар Менмановна, жатқан жері жайлы болсын, тағы да басқа зейнетте жүрген қыздар Роза Бұлқановна, Қамажай, Қапиза, Наушагүл, Зоя Дмитриевна, Күләш деген қыздар. Оларға тілейтінім қайда жүрсе аман есен болсын. Саламатсыңдар ма, кітапхана ұжымы? Мен Камила Мүслім қызы, еңбек ардагері, Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада 40 жыл еңбек еттім. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға биыл 70 жыл. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымын мерекелерімен құттықтап, оларға мол табыс, оқырмандарына жарқын болашақ тілеймін. Мен Асаубаева Балтия, еңбек жолымды 1978 жылы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханадан бастадым. Кітапханашылықтан әдіскерге дейін көтеріліп қызмет жасадым. 2016 жылы зейнетке шықтым. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана іс-тәжірибе алмасу, семинарлар, конференция және оқырмандарға арналған іс-шаралар өткіздік. Кітапхана директоры Тайжанова Тұрар Менмановна басқаруымен Жайрем, Қаражал, Теректі, Малшыбай, Кеңгір тағы басқа кітапханаларға барып әдістемелік көмек көрсеттік. Биыл Қара шаңырақ Әуезов атындағы қалалық кітапханаға 70 жыл. Құрметті әріптестер, сіздерді осы мерейтоймен құттықтаймын. Денсаулық тілеп отырып, кітапханалардың саны көбейіп, еңбектерінің жемісті болуына тілектеспін.